Әнфәл сүресі туралы хадистер 2 бөлім. Жоғарыдағы аят мына аяттан кейін келген. Уа, ардақты пайғамбар! Саған олдаушы ретінде бір Алла және сонынан ерген мүміндер жеткілікті. Бәдір соғысына дейінгі жолда түскен бұл аяттар Расулалланың Бәдір соғысына дайын болуын, ешқандай жүрексінбестен көздеген мақсатқа қадам жасауды, әрі әскер санынан қорықпай шайқаста табандылық танытуды әмір етуде. Бұл аяттан 2 түрлі мағына түсінуге болады. 1. Уа, пайғамбар! Алланың жәрдемі саған және өзіңе ерген мүминдерге жетеді. 2. Уа, пайғамбар! Саған Алланың және саған ерген мүминдердің жәрдемі жетеді. Бұл 2 мағынаның екеуі де дұрыс деп қабылданған. Әл-Фара 2 мағына әлдеқайда дұрысырақ екенін айтқан. Фахруддин әр-Рази Алла тағала жәрдем беретіндігін уәде еткен аятынан кейін мүминдерді жорыққа ынталандыру керек екенін пайғамбарға әмір етуінің астарынан мынадай үкім шығарған. Алланың және мүминдердің жәрдемі саған жеткілікті болса да, бұған сенім артуың белгілі бір шарт арқылы ғана жүзеге асады. Ол шарт мүминдерді жорыққа ынталандыру. Өйткені Алла тағала жорықта мүминдердің жандары мен малдарын аяп қалмай, сол жолда жұмсауды мызғымас шарт қылды. Рази аяттағы 20 мен 200 санының аталуы Алла елшісінің жорыққа шығарған әскерлерінің санына сәйкес екендігін айтады. Өйткені көбінде Расулалланың жорықтарына қатысқан мужахидтердің саны 20-дан аз, 100-ден көп болмайтын еді делінген. Ендеше аз адам көпті қалайша жеңеді деген сұрақтың жауабы былай: сандары көп болса да кәпірлердің жеңілу себебі жайлы аятта, өйткені ол кәпірлер еш нәрсенің мәнісіне бойлай алмайтын ойдан да, сезімнен де жұрдай қараңғы тобыр делінген. Бұның мәні мынада: олар ақыретке сенбегендіктен тек осы дүниені ғана қалайды. Мұндай сенімдегі кісінің ешқашан өлгісі келмейді. Ал нағыз бақыттың ақыретте болатынын білетін жан бұл дүниеге аса мән бермейді, һәм өлім оған еш қорқынышты емес. Сондықтан жан тәнімен, асқақ жігермен шайқасады. Мұндай сезіммен дүниені сүйетіндердің арасына атой салып кірген адамның дәрежесі әрқашанда үстем келеді. Сонымен қатар кәпірлер тек қана материалдық күшіне сенеді. Ал мүминдер болса Раббыларының жәрдеміне сенеді, һәм дұға етіп, үнемі жалбарынып мінәжат жасаумен болады. Имам Рази 3 жайды тек белгілі бір дәрежеге жеткен, көкірек көзі ашылған адамдардың ғана түсінетінін айта келе, былай дейді: ғылым мен мағрифатқа еңбек ету арқылы жеткен жүрек иесін халық мойындайды. Сондықтан ғалым кісі күш-қуаты мол, надан әрі қатыгез адамдардан құралған жамағатқа кездессе, әлгілер ғалымның айбатынан жасқанады, тіпті оған құрмет көрсетіп, алдында зыр жүгіруі де ғажап емес. Мәселен, күш-қуаты асып тасыған жыртқыш хайуандардың өзі адамды көрген кезде айбатынан жасқанып, алыстан айнала қашатынын жақсы білеміз. Мұның бір ғана себебі өзіндегі ақылдың нұры арқылы адам баласының айбатының көрініп тұратындығында. Фахруддин Разидің аятқа жасаған тәпсірін былай қорытындылайды: бұл айтқан мәселені тереңірек түсінген болсаңыз мына жайттарды аңғарасыз. Мүмин кісі жихадқа шыққанда Алланың разылығы үшін жаны мен малын сол жолға сарп етеді. Осындай ереше сезіммен көңілі шалқып, асып-таса шабыттана бастайды, һәм Алланың айбындылығынан шағылысқан ерекше бір күш-қуатқа, рухани кемелдікке иелік етеді. Сол себепті жай уақытта ешбір кісінің қолынан келе қоймайтын, мұғжиза іспетті ғажайып істерді атқарады. Кәшф деп аталатын жаратылыс сырларының ашылуы арқылы жүзеге асырылатын мұндай ескертулер мұсылман адамның имансыздардан күшті болуы керек екеніне ишарат жасайды. Бір риуаятта былай делінеді: ендеше, араларыңда табанды да жігерлі 100 кісі болса, тең ұрыста 200 адамды жеңіп кетеді. Ал егер дәл сондай 1000 кісі болса, Алланың қалауымен 2000 адамды еңсереді деген аят түскен кезде бұл мұсылмандарға өте ауыр тиді. Содан соң артынан: алайда дәл қазір соғысқа деген дайындықтарың шамалы болғандықтан Алла сендерге жеңілдік берді. Өйткені ол, бақайшығына дейін қаруланған адуынды жаумен салыстырғанда, дәл қазір күштеріңнің әлдеқайда кем екенін біледі. Ендеше, араларыңда табанды да жігерлі 100 кісі болса, тең ұрыста 200 адамды жеңіп кетеді. Ал егер дәл сондай 1000 кісі болса, Алланың қалауымен 2000 адамды еңсереді. Алла сабырлы да ерік жігері күшті жандармен бірге деп аяттың жартысы түсірілді. Осылайша Алла олардың сандарын жеңілдеткен сайын, мұсылмандардың сабыры да азая түсті. Түсіндірме: Алла тағала Бақара сүресінің аятында Алланың қалауымен қаншама аз қауым, саны жағынан өзінен әлдеқайда қалың қауымды жеңген болатын.
Алла тағала сабырлылармен бірге деу арқылы жеңіске жету үшін әскер санының көп болуы міндет еместігін ескерткен. Бұл жерде жеңіске жету мүмкіндігін тудыратын ең төменгі һәм қарапайым айырмашылық қана білдірілген. Алдыңғы аятта мүминдерден 10 есе артық болған тыңғылықты жаттығу жасауы, иманнан туындаған сабыр һәм дұшпанның өзінен қашу керектігі әмір етілсе, бұл жерде әскердің өлсем шейіт болам деген сенімге сүйенген қорқыныштан. Адып ынтасы өздерінен 10 есе көп дұшпанды жеңе алатындығын көрсетеді. Сондықтан дұшпанның көптігін ойлап қорықпай, табандылық танытуды ойлау басты қағида. Өйткені дұшпанның өздерінен қаншама есе көптігін ойлайтын болса, жаны қиналып, көңілі құлазып, жеңіске жете алмай қалудан қорқады. Сол кезде жаңағы аят 2 есе күшті дұшпаннан болса да қашпау керек екенін әмір етеді. Әбу Хурайра былай дейді: Расулалла саллаллаху алейхи уә сәлләм былай деді: олжалар сендерден бұрын басы қара, яғни адам баласы, ешкімге адал болмаған. Олжа жиналған кезде көктен түскен бір от оны өртейтін. Рауи Сүлейман әл-Ағмаш былай дейді: басы қара деген сөзді қазіргі кезде Әбу Хурайрадан басқа қолданған адам көрмедім. Бәдір соғысы кезінде олжа адал болмай тұрып мұсылмандар одан алған болатын. Сонда Алла тағала мына аятты түсірді: егер Алланың әу баста ләухул махфузға жазған тұтқынды есесіне бодау алып босатуға болатындығы һәм олжаның адал екендігі жайлы үкімі болмағанда, жауды мүрдем кетірмей тұрып бодау алу үшін, жауды тұтқынға алғандарың һәм жинап алған олжаларың үшін өте ауыр азапқа душар болар едіңдер. Әзірет Омар былай дейді: Бәдір соғысында Алла елшісі тұтқындарды босату үшін фидия төлем алған кезде Алла тағала мына аятты түсірді: қандайда бір пайғамбарлық міндетін атқарып жүрген жерде елді түгелдей өзіне қаратып, дінді үстем етпейінше тұтқын ұстағаны лайықсыз. Уа, мүміндер! Ұрыста жауды мүрдем қатырмай тұрып, олжа жинауға кірісіп, һәм бодау алу үшін жауды тұтқынға алып, дүниенің болмашы пайдасын көздейсіңдер. Алла болса сендер үшін ахиретті, сондағы мәңгілік бақытты қалайды. Алла азиз, бәрінен үстем, ұлық, һәм хаким, әр ісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Егер Алланың әу баста ләухул махфузға жазған тұтқынды есесіне бодау алып босатуға болатындығы һәм олжаның адал екендігі жайлы үкімі болмағанда, жауды мүрдем кетірмей тұрып бодау алу үшін, жауды тұтқынға алғандарың һәм жинап алған олжаларың үшін өте ауыр азапқа душар болар едіңдер. Ендеше бұдан былай соғыстан түскен олжаны да, тұтқындардан алған бодауды да өздерің үшін адал һәм таза күйінде тұтынып, пайдаларыңа жаратыңдар һәм Аллаға қарсы келіп асы болудан барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз, Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Олжалар осыдан кейін халал етілді. Түсіндірме. Өткен тақырыптарда келген әр түрлі хадистерде бұрынғы пайғамбарлардың қауымдарына олжа харам болғандығы айтылды. Ал Бәдір соғысынан кейін соңғы пайғамбардың үмбетіне олжа алуға рұқсат етілді. Жоғарыдағы берілген Әнфал сүресінің 69-шы аяты бұл мәселенің мән-жайын анық білдіреді. Бұл жерде тағы бір мәселені анықтап алған жөн. Бәдір шайқасы орын алмастан бұрын Расулалла саллаллаху алейхи уә сәлләм тек қана мұхажирлер қатысқан сәрия, яғни жорық ұйымдастырған. Алайда Абдулла ибн Жахш бастаған сәриядан басқа ешбір жорықтарда арнайы соғыс, адам өлу, олжа түсіру сынды нәрселер орын алмаған. Абдулла ибн Жахш бастаған жорық хижреттің 17-ші айы Ережепте, яғни Бәдір соғысынан 2 ай бұрын орын алған. 12 адамнан құралған бұл адамдар құрғақ жүзім алып бара жатқан бір керуенге шабуыл жасап, мал-мүліктерін қолға түсіреді. Бірақ әлгі олжаларды Алла елшісі ешкімге бөліп бермей күтеді. Ибн Сағдтың айтуы бойынша бұл олжаны Бәдір соғысынан кейін Бәдірде қолға түскен олжаларға қосып таратқан. Демек, ардақты пайғамбарымыз олжаға байланысты ешбір уахи болмағандықтан, оны мүлде қозғамай, Алладан келетін үкімді күткен. Бұрынғы қауымдар соғыста олжалы болғанмен, оны пайдаларына жаратпайтын. Олжаның бәрін бір жерге жинап қоятын. Әлгі шайқастың дәрежесі жоғары болып, Алланың құзырында қабыл болғандығының белгісі ретінде көктен бір от түсіп бәрін өртеп кететін. Осы жағдайды баяндайтын Бұхари мен Мүслимнің жинақтарында мынадай хадис келген: Алла тағала біздің шарасыздығымызды, әлсіздігімізді, кемшілігімізді ескергендіктен олжаны халал етті.
Ғалымдар бұл мәселені пайғамбарымыздың Алланың құзырындағы құрметі үшін жасаған мейірімділігі деп түсіндіреді. Бұрынғы қауымдарда кімде-кім олжадан ұрлап алатын болса, әлгі олжа қабыл етілмейтін. Ұрланған зат табылғанша қайтып орнына қойылғанға дейін көктен от түспейтін. Ал Мұхаммед пайғамбардың үмбетіне олжа адал етілді. Сонымен қатар олжадан ұрланған нәрсе болса, оның күнәсі жаппай қауымға емес, соны алған адамға ғана тиесілі етілді. Ғалымдар соғыс кезінде қолға түскен олжаның көктен от келіп өртеуі деген қағида тұтқындарды да қамтуы керек еді. Себебі оларда шайқастан кейін қолға түскен олжа іспетті. Алайда оларды көктен оттың келіп шарпымайтынын басқаша жолмен түсіндірген. Тұтқындар да олжа секілді өртелетін болса, адамзат ұрпағын өртеу, адам деген құрметті жаратылысқа деген бір залал болғандықтан, мұндай бұрынғы шариғаттарда да құп көрілмеген. Тарих парақтарындағы құл иеленушілік жағдайлары да тұтқындардың өртелуін емес, қызметке пайдаланғандығын, кейін босатылғандығын көрсетеді. Шайқаста дұшпандар тарапынан тұтқын алу харам болғанда, құл ұстауда болмас еді дейді. Бәдір соғысы жеңіспен аяқталып, мұсылмандар 70 шақты тұтқынмен Мәдинаға қайтты. Тұтқындардың ішінде Расулалланың екі көкесі Аббас пен Ахил да бар еді. Ендігі жерде бұл тұтқындарды не істеу керек деген мәселе сөз болды. Ол кезде соғыс тұтқындары жайлы уахи келмегендіктен, Алла елшісі бұл мәселені мүминдермен ақылдасып шешуге кірісті. Сөйтіп, алдыңғы қатарлы сахабалардың тұтқындарға қатысты пікірлерін тыңдады. Әзірет Әбу Бәкір, бұлар өз қауымыңның адамдары, тіпті кейбірі өз әулетіңнен. Сондықтан олардың орнына құн төлем алып босатып жіберейік, бір жағынан біз де қаржылай қуатқа ие болып қаламыз дейді. Ал Омар болса бұл пікірге қарсы шығып, бұлар сені өтірікші деп айыптады, отаныңнан қуды. Сондықтан бәрінің басын кес. Себебі бұлардың бәрі кәпірлердің ізбасарлары. Олардан келетін қаражатқа мұқтаж емеспіз. Алла бізді бай етеді. Көкен Ахилді Әлиге, Аббасты Хамзаға, пәленшені маған тапсыр. Бастарын кесей, дейді. Сағд ибн Муаз да осы пікірді құптайды. Сонда ардақты пайғамбар, Алла тағала кейбір адамдардың жүрегіне жұмсақтық берген. Тіпті кейбірі мақтадан да жұмсақ болады. Ал кейбір адамдардың жүрегіне қаттылық берген. Олардың жүрегі тіпті тастан да қатты келеді. Уа, Әбу Бәкір, сен Әзірет Ибрахимге ұқсайсың. Ол былай деген еді: уа, Раббым, маған ергендер менің үмбетім, маған қарсы келгендерді өзіңе тапсырамын. Бәлкім, оларға өзің кешірім етіп, мейірімділік танытарсың. Уа, Әбу Бәкір, сен Әзірет Иса секілдісің. Ол қауымы жайлы былай деген болатын: егер оларды азаптаймын десең, шүбәсіз, олар сенің құлдарың. Ал егер оларды кешірсең, сен ұлысың, бәрінен асқан даналық иесің, үстемсің һәм әр ісің мен әрбір үкіміңде талай хикмет болған. Уа, Омар, сен Әзірет Нұхқа ұқсайсың. Ол: уа, Раббым, жер бетінде кәпірлерден бірде-бір адам қалдырма. Өйткені оларды тірі қалдыратын болсаң, құлдарыңды тура жолдан тайдырады, және тек өздері секілді көргенсіз, әрі шектен шыққан кәпір бала табаты деген болатын. Сондай-ақ сен Әзірет Мұсаға да ұқсайсың. Ол да қауымы жайлы: Мұса, уа, Раббымыз, сен перғауынға және айналасындағы шонжарларына осы дүниеде көздің жауын алатын сән салтанат һәм мол байлық бердің. Уа, ұлы Раббымыз, олар осынау нығметтердің буына мастанып, нәтижеде ел жұртты өзіңнің тура жолыңнан тайдыруда. Уа, Раббымыз, олардың мал мүліктерін, байлықтарын түгін қалдырмай құртып жібер. Жүректерін одан сайын тас қылып қатайта түс, немесе көкіректерін шерге толтыр. Олардың жайы белгілі, олар ауыр азапты өз көзімен көрмейінше иманға келмейді деп жалбарынды. Алла елшісі осылайша түрлі пікір айтқан адамдардың көңілдерін көтеріп, әрқайсысын дәріптеп алды да, сосын Әзірет Әбу Бәкірдің пікірін қостайтынын білдіріп Омарға бұрылды да: уа, Әбу Хафс, сен маған Аббасты өлтіруге шақырып тұрсың ғой, деді. Сонда Әзірет Омар: қарғыс атқыр, Омар, деп өзін жазғырып, Алла елшісінің көңіліне қаяу салғанына қатты өкінді. Бұл мәселеге қатысты Абдулла ибн Рауаха орасан от жағып, ішіне тұтқындарды тастау керек деген пікір айтқаны да риуаят етіледі. Әзірет Аббас Абдуллаға: ағайын туғандық қарым-қатынасты үздім деген. Бұл пікір алмасудан кейін ардақты пайғамбарымыз: бәрінің құнын алу арқылы босатылуын немесе бастарының кесілуіне шешім шығарыңдар дейді.
Ақырында бәрі де төлем арқылы босатылып, бірнеше адамға кешірім жасалады. Белгіленген мөлшер бойынша төлем алынған кезде, егер Алланың әу баста ләухул махфузға жазған, тұтқынды есесіне бодау алып босатуға болатындығы һәм олжаның адал екендігі жайлы үкімі болмағанда, жауды мүрдем кетірмей тұрып бодау алу үшін, жауды тұтқынға алғандарың һәм жинап алған олжаларың үшін өте ауыр азапқа душар болар едіңдер. Осы кезде Алла елшісінің жанына келген Әзірет Омар Алла елшісі мен Әзірет Әбу Бәкірдің жылап отырғанын көрді де, «Уа, Алланың елшісі, неге жылап отырсыз?» Себебін келтіріп керек кезде, Алла үшін қоныс аударып, өздеріңмен бірге Алла жолында бүлікшіл, бұзақы кәпірлермен соғысқандарға келсек, оларды да өздеріңнен деп біліңдер. Ал ет жақын туыстарға келсек, Алланың кітабы, үкімі бойынша олар бір-біріне мұрагер болуға әбден лайық. Шүбәсіз, Алла барлық нәрсені білетін шексіз ілім иесі. Ибн Аббастың түсіндіруін әрі қарай жалғастырып, ал иман келтіріп, қоныс аудармағандарға келсек, олар ұлы көшке қосылып, Алла жолында қоныс аудармайынша, оларға дәл осындай қамқорлық көрсетуге міндетті емессіңдер, һәм араларында мұрагерлік болмайды деп келген аяттың мағынасы иман етсе де, хижрет етпей Меккеде қалғандармен араларында мирас байланысы жоқ дегенді білдіреді дейді. Ибн Аббастың түсіндірмесіне сүйенсек, хижрет жасамаған мүмин хижрет етіп кеткен мүминге мирасқор бола алмайды. Меккенің алынуымен бұл мәселе жойылды. Бұл мәселе өткен тақырыптарда да кеңірек түсіндірілген.